Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы теміржолшы тарихи оқиға шежіресі. Сабақтың мақсаты кәсіби тақырыптар аясында қолданылған сөздер мен терминдердің мағынасын түсіну. Мәтін үзінділері бойынша болжам жасауды, өз біліміңе сүйеніп тақырыпты жалғастыру. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Жаңа сөздер: теміржол құрылысы, строительство железной дороги, шежіре, родословная история, марапат, награда, кәсіби дәстүр, профессиональная традиция, Ленин ордені, орден Ленина. Жаңа сөздермен танысайық. Теміржолшы, теміржолда істейтін жұмысшы, қызметкер. Теміржол құрылысы, теміржол қатынасын, рельс, тағы да басқа салуға арналған жұмыс кешені. Шежіре, тарихи оқиғаларды жазып отыратын жылнама. Марапат, қошемет, сый-сияпат, құрмет. Мәтінді тыңда. Киіз үйдің есігі көтерілді де, сәлем беріп, қара сақалды үлкен кісі үйге кіріп келді. Бұл Тоқсанбай деген өздерінің бір туысқан еді. Бағанағы төбе басындағылар Тоқсанбай қопа бойына жұмыс істей кетіпті дегенде айтқан. Тоқсанбайды көріп қуанған жігіт бар істегені осы туысқаны ала келгендей болды. Тосекенбісіз, төрге шығыңыз. Жоқ, асығыспын деді, отбасына бір тізерлеп отыра берген Тоқсанбай. Әлгі Нұрқасым, барып келіңізші деп мазалап болмаған соң, қопа жаққа барып едім. Қопаны бастыра шойын жол жасап келеді екен. Соны біліп қайттым. Сен де жұмыс іздеп жүр дегенді естіп, айта кетейін деп едім. Мен қазір барып дем аламын да, таң сәріден көшемін. Үлкен балам екеумізге де жұмыс беретін болды. Сапарыңыз оң болсын, мен де көшемін деді үй иесі. Бірге болсын деп Тосекең шығып кетті. Лашығын өзен бойына қалдырып, жол құрылысының бастығы тіккен шатырға жүгіріп келген жігіт көп кідірмей-ақ шатырдан қуана шықты. Әуелі ол шатырға кірерде, осылар қазақша сөзімді түсінбес деп жүрексініп еді, олай болмады. Кіріп барған жігітке, амансың ба? деп қазақша сөйлеп еді. Мұртты сары кісі столяр орнынан тұра келіп, қолын өзі берді. Амансыз ба? деді, не айтарын білмей қалған әліште. Жұмыс сұрай келдің бе? Иә. Ендеше мен қағаз жазып берейін. Ана Тарасов деген кісіге бар. Ол саған жұмыс береді. Ендігі бастығың сол болады. Құп, осыдан кейін ол жұмысқа кірді. Пойыздарды тоқтаусыз жүргізуде зор жетістікке ие болған Әліш Үмбеталов Ленин орденімен марапатталсын деп тоңқазды. 7-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Мәтінде не туралы айтылған? Сөйлесіп жатқандар кімдер? Оны қайдан білдің? Осы мәтіндегі оқиға ары қарай қалай жалғасады? Болжап айт. Оқиғаны өз қиялыңмен жалғастырып дамыт. Дескриптор. Сұрақтарға жауап береді, болжайды, 2 балл. Оқиғаны жалғастырады, 2 балл. Тіл тазалығы, 1 балл. Жазылым тапсырмасы. Әңгімедегі кейіпкер бейнесін талдаңыз, шынайы өмірмен салыстырып бағалаңыз. Әліш Үмбеталов қандай адам? деген сұраққа жауап беріп толтырамыз. Дескриптор. Кейіпкер бейнесін талдайды, 2 балл. Шынайы өмірмен салыстырып бағалайды, 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.